бүгін Ұлы Дала ойындарына келдік. Бұл жерде не болып жатқанын біз сіздерге қазір көрсетеміз. Ал кеттік. Сәлеметсіздер ме, асыл ерлер? Сұрайын дегенім, сіздер кімсіздер бұл жерде? Көкпарист да? Да, я көкпарист. Я көкпарист. Стильдеріңізді өлтіріпсіздер? Как можем? Ерекше стиль ғой. Сәлем, жігіттер. Ой, ағалар, ойбай, асыл ерлер. Қалайсың? Жақсы өзіңіз. Көкпар қалай өтіп жатыр? Біз охрана общественный брат қой, біз қарамаймыз, біз отцеплять етеміз адамды. Онда мен саған айтып тұрам, не болып жатқанын. Аяп кеттім просто, мына жаққа қарап тұрсың да, ар жақта көкпар болып жатыр, концерт болып жатыр, мен саған айтып тұрам. Қазір, айда, вот күресіп жатыр, аттың үстінде екі балуан күресіп жатыр. Күресіп жатыр. Уверенсің ба? Шығасың ба? Сен уверенсің ба өзіңе? Конечно. Жігітің бар ма? Жоқ. Наны кім білдірген? Қошқар ма? Немесе қатысушы ма? Қолдарын жуасыңдар ма осыдан кейін? Ол құмалақ деген қойда ғана болады. Білесіздер ма 9 құмалақтың тарихын? Өткен кезде шопандар жиналып алып, қойларын жусатып қойып екі шопан жерге қазбап ойнайтын болған ғой. Дәш. Найзаңызды ұстап көруге бола ма? Найзаңызды ұстап көруге бола ма? Қарным ашты. Тамақ беріңдер маған. Күресіп жатыр. Мен көкпарист қыз болсам, осындай болам. Негізінен айтып кетсек, Ұлы Дала ойындары бұл біздің ұлттық ойындарымызды насихаттау және қазақ халқының салт дәстүрін қалыптастыру мақсатымен біз 4 жыл бойы ұйымдастырып жатырмыз. Күресіп жатыр. Екеуі ажырасып кетті қазір. Ой, біреу құлақ қуа жазды. Негізі естіп тұрмын мен бәрін арт жағынан. Гена, не болып қалды саған? Просто смотрю. Канелодан өліп тұрып таяқ жеген сияқтысыз ғой. Да. Осымен Ұлы Дала ойындары аяқталды. Қазақтың ұлттық ойындары жасай берсін. Сіздермен болған мен Ақбөпе, Жанар апай, Дәулет, мен үйге кеттім.